Қайырлы кеш баршаңызға, қымбатты барша бауырлар, достар. Менің есімім Гүлжайнар, мен Ақтөбе қаласынан боламын. Sunlight компаниясының партнерымын. Қазіргі кездегі статусым бірінші дәрежелі лидер. Біздің күннің шуағы Sunlight компаниясында отандық, эксклюзивті ғалымдарымыздың зерттеліп дәлелденген мықты өнімдері таратылатынын мен күнде айтудан, елдің бәріне таныстырудан жалығып келе жатырған жоқпын. Өйткені бұл өнімдер біздің денсаулығымызға, адам баласының ағзасына беретін пайдасы өте мол. Табиғи өнімдер, отандық өнімдер өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде өндіріледі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей, мен сіздерді бүгін біздің компаниядағы эликсир деген тіршілік өнімі дейміз қазақша мағынасы. Эликсир молодости и долголетия дейміз да орысша. Мінекей осындай біздің компанияда өте мықты тамаша өнім бар. Біріншіден, құрамында белсендірілген кеуекті сұлы. Бұл сұлының ерекше элиталы сорты. Дүкен сөрелеріндегі, дәріханалардағы сұлылармен біздің сұлыларды салыстыруға мүлдем болмайды, айырмасы жер мен көктей. Екіншіден, бұл эликсирдің құрамында имбир бар, лимон бар және тазартылған мед дейміз. Енді бұл өнім мінекей көріп тұрсыздар, осындай құтыда жүреді. 370 грамм салмағы, ішінде өзінің өлшемді қасығы болады. Мінекей мен қазір сіздерге көрсетемін, қалай дайындалу керек, қандай болады. Мінекей осындай ұнтақ дайын сұлыда. Енді дүкен сөрелеріндегі сұлыларды қайнатып пісірмесек, дәріханалардағы сұлыларды біз жылы суға салсақ ешқандай нәтиже тап көрмейміз. Оларды қайнатып пісіру керек. Ал қайнатып пісірген кезде құрамындағы барлық дәрумендер жойылып кетеді. Яғни біз өзіміздің асқазанымызды алдап, сұлының ботқасын, кашысын жеп отырмыз деп өзімізді алдап отырады екенбіз. Мінекей, оны қалай дайындайды? Мынадай жарты чашкамен мен жылы суды құямын. Су қайнаған болу керек, бірақ қатты ыстық болмау керек. Бөлме температурасында салқындатылу керек. Мінекей, осындай қол келмейтін 60 градусқа дейін салқындатылған жылы суға мен мына эликсирдің бір қасығын ғана, мінекей осындай бір қасығын ғана салам. Мінекей осылай саламын. Содан кейін әбден осылай былғаған кезде өзі ешқандай да бүріспейді. Суыңыз, айтып отырмын ғой, қатты ыстық болмау керек. Қатты ыстық болса, әрине бүрісіп қалады. Су қайнаған болу керек, бірақ бөлме температурасында 60 градусқа дейін салқындатылу керек. Мінекей, осылай мен қоям. Сосын өзімнің шаруамды істеп кете берем да. 10 минутта қайтып оралған кезде бұл дайын болады. Енді біздің бұл эликсирдің құрамындағы осындай мықты дәрумендермен байытылғанда адамның ағзасына өте беретін пайдасы өте мол да. Бұл француз дәрігері Катерин деген кісінің рецептімен жасалынып отыр. Яғни ол кісі жылдың 3 мезгілінде осы қоспаны, осы тұнбаны ішкен екен. Өзі 120 жыл ол кісі өмір сүрген және сол уақытта ешқандай бет әлпетінде қартаю процесі болмаған, ылғи энергиясы артып, қуанып, жарқырап жүретін болғанда, мінекей біздің ғалымдарымыз қазіргі кезде бізге осындай өте пайдалы өнімді эликсирді дайындап беріп жатыр да. Енді бұл өнімді ішкен кезде не болады? Өнімді ағзаны не үшін ішу керек та? Өнімді ағзаның қорғаныс қызметін арттыру үшін, артық салмақтан арылу үшін, адамның бойындағы зат алмасу процесін қалыпқа келтіру үшін және тренировка дейміз ғой, мына жаттығу кезінде адамның жаттығуға бейімділігін, төзімділігін арттыру мақсатында пайдалануға болады. Күніге 2 рет пайдалану керек. Осындай 2 қасығын ғана. Таңертеңгісін тұрғаннан кейін міндетті түрде 2 бокал жылы қайнаған су ішуіміз керек. Өйткені жылы су біздің ішкі құрылысымыздағы ішектерімізді барлығын жуып шайып шығу керек та. Содан кейін мінекей осы эликсирдің бір қасығын осылай дайындап ішулеріңізге болады. 10 минутқа жетер-жетпейтін уақытта өзінің бойындағы барлық құнды дәрумендерін сақтай отырып дайын болады да.
кешкісін 2 мезгіл ішу керек. Кешкісін жатардың алдында тамақ ішіп болғаннан кейін, ұйықтардың алдында, тамақтан кейін негізі бір жарым 2 сағаттан кейін жатардың алдында тағы осындай бір қасығын ішіп жатсаңыздар, сіздер таңертеңгісін оянғанда өте сергек оянасыздар. Қай уақытта тұрсаңыз, ұйықтасаңыздар да, мысалға кейде қонаққа барамыз, кеш келеміз, жай ұйықтаймыз да, сол кезде де мен қонақтан келгеннен кейін міндетті түрде осылай бір қасығын тұндырып ішіп аламын жатардың алдында. Таңертеңгісін ұйқым қанып, ешқандай шаршау дегенді білмеймін. Сондай сергек оянасыздар, және сізге тамақты көп ішкіздірмейді. Яғни бұл біздің Sunlight компаниясының өнімдерінің барлығы біздің ағзамыздың қорегі, ағзамыздың тамағы. Сіздер бұл өнімдерді пайдаланған кезде өздеріңіздің қаншалықты өмірге деген құлшыныстарыңыз қандай болады, сіздердің көңіл күйлеріңіз қандай болады, сіздердің көтеріңкі көңіл күйде болып, әрқашанда қуанып, шаршамай, энергияларыңыз өте мықты болып жүруі біздің өнімдерге бірме-бір байланысты. Пайдаланып, өз денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріп, бақытты да ұзақ ғұмыр кешу әркімнің қолынан келеді. Мінекей, алайық, пайдаланайық, денсаулығымызды жақсартайық. Адам баласы әрқашанда ұзақ бақытты өмір сүруге мүмкіндігі бар. Мінекей, дұрыс тамақтану дейміз да, бұл өнімдер, біздің компанияның өнімдері, дұрыс тамақтану өнімдері. Сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, өзіңіздің ылғи да өмірге деген көзқарасыңыз басқаша болады, алдыңызға үлкен жоспарлар құра аласыз, яғни денсаулығыңыз күшті болды, денсаулығыңыз мықты болды, сіз күнбе-күн өзіңіздің өміріңіздегі өзгерістерді байқайсыз, өміріңіздің сапасы өзгереді. Пайдаланыңыздар біздің күннің шуағы Sunlight компаниясының өнімдерін. Мінекей, өте тамаша, пайдаланған адамның денсаулығына беретін пайдасы өте мол. Мен сіздерді осы біздің компанияның барлық мықты табиғи өнімдерін пайдаланып, өмірлеріңізді өзгертіп, өмір жастарыңызды ұзартып, қартаймай жарқырап, бақытты да дәулетті ұзақ ғұмыр кешулеріңізге тілекшімін. Пайдаланайық, өмірімізді ұзартайық, әрқашанда өзгелерге жол көрсетіп, қаншалықты өмірдің өте ғажап екендігін жеткізу біздің әрқайсымыздың да қолымыздан келеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.